Ассаламу алейкум. Біз бүгін Адият сүресін Құдай қаласа тәжвидтік талдау жасайтын боламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал-адияти ضبحا. Вал лыға кірдік қамария. Мат табиғи. Дияти мат табиғи. ضبحا. Б бізде не болып тұр? Қалқалы болып тұр. Ха бізде мәт табиғи. Сол мәт табиғидің ішінде біз не деп айтқанбыз? Тәнвинге байланысты ережені мәт айуат деп айтқанбыз. Яғни бұл жерде баба ха деп екке созимыз. Бұл жерде тәнвиннен пайда болған алиф тұратты, сөйтіп созылуына әсер етеді. Сондықтан мәт айуат. فالموريات قدحا. فال قمرية. مو مد طبيعي. ريا مد طبيعي. قد قلقلة. ح مد عوض. فالمغيرات صبحا. فال قمرية. مغي مد طبيعي. را تفخيم جنيني مد طبيعي. را وزت فتح الوانتن. صبح مد طبيعي قلقلة. ح مد عوض. فأثرن به نقعا. فأثر را өзі сукун, бірақ не алдындағы сәріпі фатхалы. Сол себепті ра тафхим, жуан болады. Бихи деген мәт сила кішкентайы, сұғыры деп айтамыз. Нақо қоф әрпі бізде қалқала. А мәт айуаб. فوسطن به جمعا. فوسط قلقلة. به متصلة صغرى кішкентай. جمع سكون ميم عين әрпіне жоқты. Яғни не? Миммен бә әрпіне басқа әрпі жоқса изхар шафауия. Сукунды мимге байланысты үшінші ереже. А мат'иуат. Иннал инсана лираббихи لكنود. لكنود. إن лыға кірдік біз иннәл деп, ол бізде қамария. Ин ихфа. Син әрпінің шығатын махражына жасырамыз. Син әрпі қайдан шығады бізде? Тілдің ұшы астыңғы тістердің төп жағына қарай. Ли раббихи. Ра бізде тафхим, жуан. Бихи мәтсила. Ләкәнуд. Ләкәнуд. Бізде тоқтаған кезде мәт арид болып тоқтаймыз. Д бізде қалқала. Қалқаланың не бізде үш түр бар, не екі түр бар. Сіздер ұстаздарыңыз үш түрге бөлсе, Д деген орташа түрі. Ал екі түрге бөлген болса, тек үлкен кішкентай деп бөлсе, онда бұл жерде дәл сол қалқаланың үлкен түріне жатады, жарай ма? Ва иннаху аля ذلك لا شهيد. وإنه متصلة كشكنتاية. على بزي ما الطبيعي. ذا ما الطبيعي. لك لا شهيد. ما تعريض тоқтап тұрмыз. д бізде қалқала. Енді мына жерде тоқтамасам لا شهيدون деп ана қосып жіберетін болсам, ол кезде мынау бізде мат табиғатта ду әрпі мына жерде мынаған идғам болып кететін еді. Ва иннаху лихуббил хайри лашадид. Ва иннаху мат сила. Лихуббил қамария. Хайри. Р әрпі бізде кәсіра болуптан тарқиқ жіңішке. Лашадид мат арид қалқала. Д. Афала я'ламу иза بعثر ما في القبور. أفلا ما الطبيعي. يعلم إذا ما الطبيعي. بعثر را تفخيم. ما بزه ما الطبيعي. في القمرية. قبور را әрпі бізде жуан болады. Так, мынан жалғасы бар бізде. وحصل
ما في الصدور وحصل ما الطبيعي فيس صوتқа кіріп кеттік شمسية صدور را تفخيم جوان إن ربهم بهم يومئذ لخبير را تفخيم جوان ربهم мұны бұға жолыққан кезде бізде бұл не болатын еді ихфа шафауия енді бихим сукунуми яйға жолықты изхар шафауия изин л тұр одан кейін не изил кіргізіп жібереміз бұл бізде идғам және не ғұннасыз және де тағы бір қосымша айтып кетіп жіберейін бұны бізде идғам кәмил деп айтады яғни толық кіру деп айтады яғни ешқандай мына тәнуиннің ешқандай сипаты қалмайды да ал анау ғұнналы идғамдарда не дейтіндей қалатын еді нунның әсері уауға кіргізсең де яйға кіргізсең де толық яй болып кетпейтін еді ал мына жерде не толық л болып кетеді бұны кей кезде идғам кәмил деп айтамыз ла хабир мәтарид р бұл жерде өзінен алдын дұрыс кәсіра бар және яй әрпі тұр да ол қайшы р әрпіне жіңішке болуына әсер етті сондықтан р тарқиқ енді бұл Адият сүресіне қысқаша тоқталатын болсақ өте үлкен мағына неме береді адамға жалпы ойлануға бір өте пайдасын беретін сүре енді Адиятты бұл не сүре десең аттар жайлы сүре деп айтады яғни шабатын аттар деп айтады енді өйткені толық ашпаған енді қысқаша Алла тағала бірінші аятта Алла жолында атқа қонған жауынгерлердің сәйгүліктеріне істеді. Енді Алла жолында соғысқан жаңағы адамдардың әңгімесі бөлек, оны талай айтады. Бірақ солардың тіпті шапқан аттары үшін Алла тағала ант ішіп жатыр да. Жалпы бұл сүре сол Алла жолында сондай соғысқан, шапқан аттардың Алланың алдында жоғары екендігін, оларды Алла тағала былайша құрмет көрсеткендігін байқайсыз аяттардан. Және де екінші бөлімде адамдардың қаншалықты қанағатсыз, шүкірсіз екендігін баяндайды. Және де олардың шүкірсіздігін ойландыру үшін Алла тағала тағы да оларға бір ой тастайтын аятты жібереді. Пайғамбарымыз жалпы соғысқа атты әскерлерін жібереді ғой, сол кезде әскерлер жібергеннен кейін бір айдай хабар болмайды. Сол кезде Алла тағала не істейді? Пайғамбарымызға осы аят сүрені түсіреді. Яғни сен жіберген әскерлердің халі міне мынандай деп ол бағанағы аттарға ант ішіп бастайды. Сол сәйгүліктерге серт. Ол сәйгүліктер қандай? Олар шапқан кезде енді қатты шабады ғой енді әскерлерге бізде шабуыл жасау үшін. Сол кезде мына тұяқтары тасқа тиіп от шашады, дұрыс па? Өйткені аттың астында тағасы болады. Ол қатты неметкен кезде, соғысқан кезде не істейді? Ол от шашады. Сол тұяқтарынан ұшқын атып шапқан сәйгүліктерге серт дейді. Сондай-ақ қарқынды екпінмен таң сәріде жауға шапқан сәйгүліктерге серт. Енді әскерлер барынша не түнде өзін білдіртпес үшін барынша таңғы уақыт не адамдардың әлсірейтін уақыттары, сол уақытта шабуыл жасайды. Сол уақытта шапқан аттарға серт. Олар шапқан кезде не сондай жаудың көптігінен сол жерге кірген кезде шаңдатып, енді сол шаңдатып шапқан аттарға серт, жауға шапқан аттарға серт. Не дейді енді бастайды? Алла тағала серт етіп бастады. Енді не нәрсе дейді? Шында адам баласы Раббысының жақсылығын көрмейтін, рахметі жоқ жаратылыс. Сондай адам баласы сондай, олар Алланың берген нығметін ала береді, ешқандай алғыс айтпастан. Қазір адамдар нығметке бөленіп тұр. Біреудің денсаулығы бар, біреудің әйтеуір тым болмағанда күндік азығы бар. Бірақ не? Олар осы нығметті беріп жатыр Алла тағалаға, рахмет айтпайды. Қарапайым сізге бір көмек берген немесе бір мүмкін кофейняда бір 2000 теңге кофе сыйласа, сіз рахметіңізді айтасыз да. Алла тағала сізге қаншама миллиондаған есебі жоқ нығметтерді беріп тұр, бірақ күніге бір рет шынымен рахмет айтасыз ба? Ана бір адамға айтасыз ба шын көңілмен, рахмет саған, проблемамды шешіп бердің деп. Бірақ бір күн бойы сізге ешқандай есеп тура келмейтін нығметті беріпті Алла.
бірақ оған не, адам баласы ешқандай алғыссыз, ешқандай алғыс айтпастан нығметтерді ала береді, шүкірі жоқ. Және де ол шүкір етпейтіндігіне мен айтпай қойын, олардың өздері де куә дейді. Бұған шүбәсіз өзі де куә. Егер оған айтатын болсаң, сенің шынымен рахметің жоқ, иә мойындаймын деп айтады адам. Тіпті ол тілімен мойындамаған күннің өзіне не, өзінің іс амалымен де мойындайды да. Яғни амалдары оның Алла Тағалаға рахмет айтпайды. Кей кезде тіл Алла Тағала шүкір айтпауы мүмкін, бірақ оның іс әрекеті, амалдары не, Алла Тағалаға шүкір айтқандығын көрсетеді. Мүмкін ол бір амалымен Алла Тағалаға шүкірін білдіріп жатқан болуы мүмкін. Сондай олардың не тілінде, не амалында Алла Тағалаға шүкір етпейтіндігі көрініп тұр дейді. Оған өздері куә дейді. Және дейді, олардың шүкірсіздігі бар, онымен қоса олар мынау мал дүниені өте қатты жақсы көреді. Дұрыс, Алла Тағала мен бұл зуйдина линнаси хуббу шахауа, біз адамдарға сондай және әйелдерге, баласына деген, сондай бір дүниеге деген махаббат бердік, бір зейнет бердік дейді. Бірақ не, сол махаббаттан болмысынан, адам өзінің болмысынан артық жақсы көреді. Ол белгілі оның пайдаланатын ғана негізі дүниесі болу керек еді, бірақ ол одан артық жинайды. Не үшін? Өзінің рахатын одан сайын арттыру үшін. Негізі дүниені не? Адам ақыреті үшін жинау керек. Яғни дүниеді табуда ақыретімді көркейтем, ақыретімді одан сайын сауабымды арттырам осы дүние арқылы деген сияқты сондай мақсат болу керек. Бірақ не? Қазір ақыреттік амалдарын дүниені табу үшін пайдаланады адамдар. Сондай болып кеткен. Негізі дүниені ақыреттік амал үшін болу керек еді. Қазірде дұрыс, ақыретін кейбіреулер бар, ақыретін ойламайды, тек дүниені табады. Ал кейбіреулер бар, ақыреттік сондай бір амалдарды дүниені табу үшін қолданады. Яғни дүниені қатты жақсы көргені соншалық шектен шығып кетеді. Өзіне көп нәрсені рұқсат беріп қояды. Енді айтады, бопты, жақсы көре берсін дейді. Бірақ ойлансын дейді. Афала я'ламу иза бу'сира ма фил қубур. Олар осындай шүкірсіздігі, осындай дүниедегі махаббаты болып жатыр да, олар сонда ойламай ма, ертең қабірден шығарылған кезде олардың жағдайы қандай болатындығын. Ертең мен өлем, өлгеннен кейін не? Қабірден Алла Тағала қиямет күні есеп үшін шығарады ғой адамдарды. Сол кезде қабірден шыққан кезде менің жағдайым қандай болады деп ойламай ма? Олардың көкірегіндегі мынау жасырынған сырлары бар ғой, қаншама күнәлары бар, қаншама айыптары бар. Сол көкірегіндегі сондай айыптарын шығарған кезде олар қандай халде болатынын ойламай ма дейді. Ва хусила ма фис судур. Расында олардың сондай бір көкірегінде жасырынған күнәлары, айыптары, кемшіліктері біз ертең Алла Тағала не? Қиямет күні есеп қабірден шығарады ғой. Сол күні олардың барлық жай күйінен хабардар дейді. Тіпті осы күнде де хабардар. Бірақ сол қиямет күндегі есептен олардан жағдайы қандай болатындығын хабардар. Яғни олардың соңы қандай болатындығын. Сондықтан ойлансын ертерек деп ант ішіп бастады. Шынымен де адам баласы сондай болатындығына. Енді сондай болып қалмас үшін не? Сізге ой тастады. Ертеңгі сенің соңың осындай болып қалмасын. Қабірден тұрылған кезде сен қандай жағдайда болатынды ойлау үшін бағанағы шүкірсіздіктен шүкір көп айтуға, шүкір құл болуға, және де шүкір айтатын құл болуға, және де не? Дүниені ақыретің үшін пайдаланатындай белгілі мөлшерде пайдалануға Алла Тағала өсиетін айтып жатыр. Пайдалы болсын.